Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығына арналған тұңғыш көркем фильм туралы сөйлесетін боламыз. 1,5 сағатта көрерменнің алдында драмалық және бақытты сәттерге толы тұтас бір дәуір ашылады. Бұл мәдениетімізде терең із қалдырған ұлы ақын Мақатаевтың дәуірі болатын. Ақынның қиындыққа толы өмірі, тарихын үлкен экранға режиссер Болат Қалымбетов шығарды. Көптеген шығармалары мектеп бағдарламасына енгізілгендіктен режиссер ақынның шығармашылығымен балалық шағынан таныс. Дала данышпанының өмірі мен шығармашылығы Қалымбетовті әрдайым қызықтыратын. Сондықтан болар ол жасөспірім кезінен ақ ақын туралы жақсы фильм түсіремін деген шешім қабылдайды. Ұзақ уақыт бойы режиссер ақын туралы мағлұмат жинап, Мақатаевты жақын танитындармен кездесті. Тағдыр Мұқағалиды талай сынады. Ақын бір қиындықтан екіншісіне тап болды. Дегенмен Мақатаев кез келген қиындықтан басын тік көтеріп шыға алатын. Мұқағали Мақатаев ұлттық мақтанышымыз, дейді Болат Қалымбетов. Ол қазақ поэзиясының әлеміне шексіз кеңістік пен бұрын соңды болмаған биіктерді әкелген ақын. Фильм сценарийін жазушы Жүсіпбек Қорғасбек жазған. Сондай-ақ Болат Қалымбетов пен Ғазиз Насыровтар да сценарий жұмысына араласты. Фильм сюжетіне келетін болсақ, алғашқы минуттардан ақ таспа көрерменді ақын өмір сүріп еңбек еткен өткен ғасырдың 50-70 жылдарына апарады. Қоюшы суретшілердің әр детальға мән бергені сонша аталған картинаның атмосферасы ерекше. Олар бұл оңай шаруа болған жоқ дейді. Әсіресе Алматыдан өткен заман рухы сақталған жерлерді табу қиындық тудырған. Фильмді түсірушілер Қазақстанның түкпір-түкпірінен қолайлы жерлерді іздеген. Картинадан Алматыдан бөлек кеңестік эстетиканы әлі де сақтаған Өскеменнің түкпір-түкпірін байқауға болады. Сонымен қатар бұл қалада картинаны түсіру үшін қажетті трамвай қозғалысы қайта жанданған. Айта кететіні, қоюшы суретші Ермек Өтегеновтың еңбегі өте зор. Ол Алматының өткен жылдардағы келбетін қайта жасап шығара алды. Экранда біз ақыл тоқтатқан кемел тұлға қазақтың ақыны Мұқағали Мақатаевты көреміз. Оның тағдырын Қазақ КСР жазушылар одағы шешеді. Алайда ақын 45 жасында өмірден өтеді. Бар трагизмге қарамастан фильмді ауыр деп айтуға болмайды. Керісінше, картина адамдарға деген сүйіспеншілікке, жанашырлыққа толы. Өйткені Мақатаевты басқалардан ерекшелендіретін де осы қасиеттер еді. Ақынның асқақ бейнесін Махамбет Өтемісұлы атындағы Атырау облыстық драма театрының әртісі Асланбек Жаңабалаев сомдаған. Осы рөл үшін ондаған отандық әртістер кастингтен өтті. Режиссер басты рөлді ойнайтын актерді ұзақ таңдады, және ол таңдау жасауда қателескен жоқ. Асланбек жас актер болса да, әп-сәтте ақынға айнала білді. Ең бастысы, сол бір қиын қыстау кезеңде Мақатаевты жегідей жеген ойларды көрерменге жеткізе білді. Сынок, прости. Асланбек Жаңабалаевтың айтуынша, рөлге толықтай ену үшін ол Мұқағали Мақатаевты жақын таныған жандармен көп сөйлескен.
туыстары мен достары, таныстары актердің образды барынша шынайы етіп сомдау үшін оған ақын жайлы көптеген оқиғаларды әңгімелеп береді. О, Фариза, Фариза, милая Фариза, ты поэтесса. Нет, поэт. Среди поэтов, ты поверь, не одиноких в мире нет. Таков и наш с тобой удел. И если будут нас искать, в архивах пыльных нас найдут. Ты понимаешь ли меня? Я, видно, явно не борец. Толкают в грудь меня, в кювет. Подножки ставят, что ни день. Ты посмотри, Фариза, я стал от этого как тень. Жұбайы Лашын Әлімжанованы актриса Толғанай Талғат ойнады. Айтуынша, оның кейіпкерінің бейнесі айтарлықтай салмақты және көп қырлы болғандықтан бұл рөлді сомдау оған оңайға соқпаған. Десе де, премьерадан кейін Мұқағали Мақатаевтың ұлы оны құттықтап картинаның кей сәттерінде өз анасын көргендей болғанын айтыпты. Экраннан ақынның әріптестерін де көреміз. Олардың барлығы да тарихқа, әдебиетке, өнерге өзіндік үлес қосқан белгілі тұлғалар. Бақытжан Қажымұқанов күйші әрі композитор Нұрғиса Тілендиевті ойнаса, Раушан Мажитова Фариза Оңғарсынованы, Бауыржан Қаптағай Бауыржан Момышұлын сомдаған. Мұқағали туралы өмірбаяндық фильмді Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің тапсырысы бойынша Қазақфильм киностудиясы түсірді. Премьера 2021 жылдың 21 қазанында өтті. Почему ты не заходишь в дом? Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.